Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі таңда ұлттық біліктілік тестілеуіне қатысуға өтініш қабылдау аяқталды. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің тамыз конференциясындағы тапсырмасына сәйкес ұлттық біліктілік тестілеу электронды форматта өткізіледі. Ұлттық біліктілік тестілеу алғашқы рет мемлекеттік жеке серіктестік келісім негізінде бюджет қаражатынсыз ұлттық тестілеу орталығы мен YouStudy тәуелсіз тестілеу ұйымымен бірлесіп және ақысыз өткізіледі. Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасына сәйкес алдыңғы өткен ұлттық біліктілік тестілеудің қорытындысы бойынша педагогтардың шағымдары мен ұсыныстарын егжей-тегжейлі зерттеп, тестілеуді өткізу рәсіміне келесі өзгерістер енгізілді. Біз ұлттық біліктілік тестілеуде педагог қызметкерлерді аудиторияға кіргізу барысында рамалы және қол металл іздегіштерді қолданудан толық бас тарттық. Апелляцияға өтініш беру кезінде туындайтын қиындықтар туралы педагог қызметкерлерінің ұсыныстарын ескере отырып, ұлттық тестілеу тарихында алғашқы рет онлайн апелляция қолданысқа енеді. Демек, тестілеу аяқталғаннан кейін 60 минуттың ішінде тапсырмаларды апелляцияға беруге болады. Бұл үшін сізге тест тапсырмаларының негіздемелері және дерек көздермен берілген жауаптарыңыздың толық картасы ұсынылады. Біз өтініштерді қараудың әділдігі мен объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында аймақтық апелляциялық комиссияны алып тастадық. Сіздің өтініштеріңіз бірден республикалық апелляциялық комиссияға түседі және келесі күні 3 тәуелсіз сарапшымен қарастырылады. Сондай-ақ, ұлттық біліктілік тестілеудің электрондық форматқа көшірудегі жаңашылдығының бірі апелляцияны жан-жақты қамту принципі. Яғни, қандай да бір сұрақ бойынша өтініш қанағаттандырылған жағдайда, қате тапсырмалар көрсетілген нұсқауларға балл автоматты түрде барлық тестіленушілерге қосылады. Тестілеуді тапсыру тілі аттестатталушының қалауы бойынша анықталады және өтініште көрсетіледі. Ұлттық біліктілік тестілеу 100 тест тапсырмасынан тұрады. Оқу пәнінің мазмұны 70 тапсырма, педагогика, оқыту әдістемесі 30 тапсырма, максималды балл саны 110. Ағымдағы жылы ұлттық біліктілік тест тапсырмаларының базасы 30%-ға жаңартылды. Ұлттық тестілеу орталығы тест тапсырмаларын әзірлеуге және сараптауға жергілікті атқарушы органдар мен жоғары оқу орындары ұсынған жоғары санатты мұғалімдер мен білікті оқытушылар тартылды. Ұлттық біліктілік тестілеуінің жалпы уақыты математика, физика, химия, информатика пәндері үшін 3 сағат 50 минут, барлық басқа педагогтар үшін 3 сағат 20 минут беріледі. Ұлттық біліктілік тестілеу педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші және педагог-шебер біліктілік санаттары бойынша жүргізіледі. Шекті деңгейді ала алмаған тестіленушілердің нәтижелері туралы ақпараттың құпиялылығын ұлттық тестілеу орталығы қамтамасыз ететіндігін атап өткен жөн. 2019 жылғы 1-15 қараша аралығында тестілеу YouStudy'дің 24 аймақтық тестілеу орталығында өтеді. Тестілеу кезінде оқулықтар, әдістемелік әдебиеттер, сандық смарт аппаратураларды пайдалануға тыйым салынатындығын еске салу маңызды. Тестіленушіден тыйым салынған заттар анықталған жағдайда, пайдалану фактісіне қарамастан, оның нәтижелері жойылады. Тестілеу залдарында жеке бейне бақылау жүзеге асырылады. Адами факторларды болдырмау үшін біз жасанды интеллект және компьютерлік көру технологиялары негізінде бейне талдау жүйелерін енгізуді жоспарлап отырмыз. Егер тестілеу аяқталғаннан кейін бейне жазба деректері бойынша тестіленушілердің тестілеу кезінде тәртіп сақтау қағидаларын бұзу фактілері анықталса, онда нәтижелері уәкілетті органмен жойылуы мүмкін. Сіздерге ыңғайлы болу үшін 2020 жылдан бастап аттестатталушы ұлттық біліктілік тестілеуді тапсыру үшін өтінішті мектеп әкімшілігі мен аймақтық білім беру органдарының қатысынсыз тікелей ұлттық тестілеу орталығына тапсырады. Мұғалімдер барынша ыңғайлы орынды, тестілеу уақыты мен күнін өз бетінше таңдауға мүмкіндік алады. Біз сізге ұлттық біліктілік тестілеуден сәтті өтуге тілектеспіз. Сіз барлық сұрақтар бойынша әрдайым ұлттық тестілеу орталығының көрсетілген телефон арқылы немесе маған әртүрлі мессенджерлер, әлеуметтік желілер арқылы хабарласып кеңес ала аласыз.